Рахман-рахим. Пайғамбарлар қиссасын ары қарай жалғастырамыз. Бейтул Мұқаддис, қасиетті үй бөлімі. Вакана ли Ибрахим зауджан ухра исмуху Сара. Ибрахимнің басқа да әйелі болды, оның есімі Сара еді. Вакана ли Ибрахим валадун ахру мин Сарата исмуху Исхақ. Ибрахимнің Сарадан туған басқа да баласы болды, оның есімі Исхақ. Васакана Ибрахим фишам васакана Исхақ. Ибрахим Шамда, Сирия аймағында тұрды, әрі Исхақ та сонда тұрды. وبنى إسحاق بيتا لله في الشام كما بنى أبوه وأخوه بيتا لله في مكة. Исхақ Шамда Алла үшін бір үй ғибадатхана салды. Өз әкесі мен ағасының Исмаилдің Меккеде Алла үшін үй салғаны сияқты. وهذا المسجد الذي بناه إسحاق في الشام هو بيت المقدس. Исхақтың Шамда салған бұл мешіті Бейтул Мұқаддис, Иерусалимдағы Ақса мешіті. وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. Ол Алла айналасындағы берекет берген Ал-Ақса мешіті. Баракаллаху фи аулади Исхақ кама барака фи аулади Исмаил ва кана фихим әнбияу уа мулук. Алла Исмаилдің ұрпақтарына берекет берген сияқты Исхақтың ұрпақтарына да берекет берді. Олардың ішінен пайғамбарлар мен патшалар шықты. Ва кана Исхақ валадун исмуху Яқуб ва кана набиян. Исхақтың Яқуб есімді баласы болды, және ол пайғамбар еді. وكان يعقوب له 12 ولدا منهم يوسف ابن يعقوب. Яқубтың 12 баласы болды, олардың бірі Яқубтың ұлы Жүсіп. ويوسف له قصة عجيبة في القرآن وإليك هذه القصة. Жүсіптің Құрандағы таңғажайып оқиғасы бар. Ендеше сол оқиғаға назар аудар.